Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кен қолтық шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қам сартқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әкә үкә десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші. Түкке ыңғай келмей тұғын салдат ноғай, қашқын ноғай, башальшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылат деген, не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірмен бірі ешбір шақари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп беріп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден көрі олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейшілікке де шыдайды. Молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсемде соларда. Олардың ең малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қошалушымыз. Біздің ең байымызда сәнің шақшы аяғың біләм пішіратырға қойған идан түгіл, шық сасық қазақ деп үйнен қуып шығарады. Мұның барлығы бірін-бірі қумай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тапқандық, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда.